ux dx gy dy түріндегі берілетін теңдеулер дифференциал айнымалары ажыратын дифференциалдық теңдеулер деп аталады. Яғни олардың екі жағындағы дифференциалдары тең болғандықтан, олардың интегралы да тең болады. Бірінші мысал, ол 3x квадрат dx тең 2y dy. Яғни оларды интегралдаймыз, себебі олардың екі жағындағы интегралдары тең. Яғни x квадраттың интегралы ол x куб. 3 көбейтеміз x куб бөлінген 3, 3 пен 3 қысқарады. Тең 2 көбейтеміз y-тің интегралы y квадрат бөлінген 2. 2 мен 2 қысқарады плюс c. Енді бізге y-ті табу керек. Яғни y квадрат тең x куб минус c, себебі c сол жағына көшіріледі. Y-ті табу үшін x куб минус c-нің квадрат түбірін табамыз. Бұл жақта c ол кез келген сан. Яғни бұл осы теңдеудің жалпы шешімі. Оның дербес шешімін табу үшін x пен y-тің мәнін тауып, x пен y-тің мәнін қойып, c-ні табамыз. Екінші мысал. 2x квадрат көбейту y' тең y. Бұл жақта біз білетіндей y' ол dy бөлінген dx. Яғни dy бөлінген dx тең y-ті бөлеміз 2x квадратқа. Енді мұнда dy-ті бөлеміз y-қа, себебі оң жағындағы y алымында болса, осы сол жаққа ол бөліміне көшіріледі. Яғни тең dx сол жағындағы бөлімінен оң жағындағы алымына көшеді. Бөлінген 2x квадрат. Яғни dy бөлінген y-тің интегралы ол ln y тең dx бөлінген 2x-тің квадраты ол 2-ден 1-ді жақшаның сыртына шығарамыз, көбейту 1 бөлінген x квадрат. X квадраттың интегралы. Яғни 1 бөлінген x квадраттың интегралы ол бізде минус 1 бөлінген x-ке тең. Плюс c. Яғни бұл жақта ол 1 бөлінген x квадрат ол x-тің минус 2 дәрежесі. Ол x-тің минус 1 дәрежесі бөлінген минус 1. Яғни x-тің минус 1 дәрежесі ол 1 бөлінген x. Және осы жақтағы минус 1, мұнда минус болып барады. Яғни ln y тең 2-ден 1 көбейтеміз минус 1 бөлінген x-ке. Плюс c. Яғни ln y тең минус 1 бөлінген 2x плюс c. Мұнда ln болғандықтан біз ln-нан құтылуымыз керек. Яғни біз ені жалғаймыз. Енін ln y дәрежесі. Және біз сол жағына ені жалғандықтан, оны оң жағына да жалғаймыз. Яғни енін минус 1 бөлінген 2x плюс c дәрежесі. Е мен е қысқарды. Y-тен енін минус 1 бөлінген 2x плюс c дәрежесі.